Охо, Жаргалим! Қандай тамаша! Қарғапыл жұмыртқаға шыққанға қарағанда, мынау кең дүние неткен керемет, неткен тамаша! Шығыңдар жарық дүниеге. Тездетіп шығыңдар. Қане тездетіңдер. Дүние сонша кең дегенің осы ма? Жұмыртқадан шықсақ та, тар қапасқа қамалып отырмыз ғой. Я, бұл жер шынымен де тар көрінеді екен. Бізді біреулер келіп құтқармас па екен? Дүние бұдан да кең көрінеді. Қапастан сыртқа шығамыз десіңдер, онда сендерге кім тамақ береді? Одан да осы жеріміз жайлы емес пе? Я, қарнымыз тоқ, қайғы жоқ. Осы жылы жерден жақсысы жоқ. Ешқайда бармаймыз. Сырттан суық жел келіп тұр. Шықсақ тоңамыз ғой. Шынымен де, сыртқа шыққанда қайда барамыз? Кім тамақ береді? Ақылың болса, мына жерден қашқаның жөн. Адамда сендерді бағып қағып, аз есейген соң сойып, сатып жібереді. Мына тар қапастан құтылудың қамын жасаңдар, өз беттеріңмен күн көріңдер. Сәлеметсіңдер ме, балапандарым? Сәлеметсіз бе, аял апатай! Біздің апатайымыз неткен мейірімді жан, бізге үнемі тамақ береді. Иә, бізге осы жерден артық жылы жайлы жер болмасау. Сендер адамдардың бізді не үшін бағып жатқанын білесіңдер ме? Олар бізді есейтіп, семіртіп, сойып, сатып жіберу үшін осылайша бағып жатыр. Ей, шын айтам мен. Мейірбан апатай бізге күлімдеп қарайды, жем су береді, одан артық не рахат іздейміз. Я, сен сонда апатайсыз қалай өмір сүрмексің? Дұрыс айтады. Құртпа рахат өмірімізді. Сонда сендер көз алдарыңдағы азғантай жемге бола алданып, өмірлеріңді құрдымға жіберіп отырсыңдар ма? Біреуге арқа сүйгенше еркін дербес өмір сүрсек, одан басқа бақыт бола ма, айтыңдаршы? Ал шығыңдар, кішкентайлар, қорықпаңдар. Не үшін? Шығамыз ба не? Не болып қалды соншама? Болыңдар тез, шығыңдар.